Киелі кітапқа қатысты тағы бір тамаша дерек. Ол оның таралымындағы бірегейлігі. Сіздерге не айтайын дегенімді көрсетуге рұқсат етіңіздер. Бүткіл тарихта осыған ұқсас басқа ешқандай салыстырма жоқ. Ойлаңыздар, бүткіл әлем бойынша тек қана киелі кітапты қоғамның қатысуымен, басқа да баспаларды есепке алмағанда, басқа да киелі кітапты және сол сияқты әдебиеттерді басып шығаратын ұжымдарды есептемегенде, тек қана киелі кітапты қоғамның қатысуымен 2 миллиард 582 миллион киелі кітап, жаңа келісім немесе киелі жазбаның түрлі бөліктері басылып шығарылды. Оның осындай бірегейлігін елестете аласыздар ма? Енді осыны елестетіп көрейік. Әрбір киелі кітапты басып шығару үшін киелі кітапты қоғамның жаңа өсиетті немесе киелі кітаптың бір бөлігін басып шығарғандағы. Тек 1974 жылға дейін, шамамен 30 жылдан астам, бір баспахананың өзі әр 3 секунд сайын бір көшірмені шығарып отыруға тиіс болады. Әр минутта 20 көшірме, сағат сайын 1200 көшірме, күн сайын 28800 көшірме. Жыл сайын 10,2 миллион көшірме, және ол күніне 24 сағат бойына 245 жыл бойы басылып отыруы тиіс. Бұл киелі кітаптық мекемелердің өздері ғана басып шығаруға тиісті киелі кітап көлемін айтқанда. Бұл бірегей жағдай. Ойлап көріңіз. Бұл киелі кітаптық мекемелер басып шығарған қаншама беттер болар еді. Киелі жазбаның беттері, егер оларды қырларымен тіз қатар қоятын болса, әлемді 1000 рет орап жіберуге жетер еді. Достар, бұл бірегей жағдай.